Хайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай тандыр нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін подписацияны басып, қоңыраужаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей алдымен бір стакан сүтімізді құйып аламыз. Мінекей ертілген майымызды құямыз, сары майымызды. Бір кесе су құямыз. Жылы үйдің температурасында 2 кесе су құямыз. Азырақ істейм десеңіздер, бір кесе құйсаңыздар болады. Мінекей дрожжымызды салдық. Дрожжымыз жақсылап ерігенше араластырамыз. Мінекей осылай. Сіздер де мен каналыма қарап, видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Міне бір қасық тұз саламыз, бір жарты қасық шекер саламыз. Жақсылап араластырып, електен өткен ұнымызды қосып, жаймен қамыр илейтін боламыз. Достар, мен каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписацияны басып, қоңыраужаны басып, видеом ұнап жатса, комментарий жазып, қалдырып кетсеңіздер болады. Мінекей осылай жай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Мінекей қамырым дайын болды. Жарты сағатқа бетін жауып, орап қойып қоямыз. Жарты сағат өтті, мінекей қамырымыз ашыды. Жұмсақ қамыр болып шықты. Астына жабыспау үшін ұн төсеп жіберіп, қамырымызды бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Мінекей өте жұмсақ нан болып шығады. Осылай көзбен өлшеп, барлығын бірдей қылып бөліп шығатын боламыз. Мінекей осылай зуала жасап, барлығын зуала жасап қоямыз. Сосын шетінен жасап шығатын боламыз. Мінекей жасап қойдық. Подносымызге салатын боламыз. Мінекей осылай өте жұмсақ болып шығады. Балалар өте жақсы көреді осы күлчетай нанды. Арасын вилкамен тесіп, нан шоткі болса, нан шоткімен тесек болады. Менде нан шоткі болмағандықтан вилкамен тестім. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақсақ, сап-сары әп-әдемі нан болып шығады. Барлығына жағып шығамыз. Осылай барлық нанымызға жағып болған соң, бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мінекей мен осындай күнжіт септім. Өте дәмді, булочканың дәміне ұқсайды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.